Бүгін мен сіздерге қиын болып көрінгенмен өте оңай жасалынатын машина тортының формасын қалай жасау керек екенін көрсететін боламын. Видеоны мұқият қараңыздар. Ең алдымен бізге 26 сантиметрлік бисквитке қажет. Мен бисквитті бір күн алдын пломбир креммен жинап, холодильникке салып демалдырып қойғанмын. Дәл осылай мен видеода көрсеткендей етіп кесіп аласыздар 26 сантиметрлік бисквитті. Және де подложкаға міндетті түрде крем жағыңыздар, өйткені тортыңыз қимылдап кетуі мүмкін. Осылай төбесіне екі жағын кескенді осылай қойып аласыздар да машинаның формасын келтіріп аласыздар. Міне осындай форма шықты бізде, және біз осыны қалған креммен тегістеп шығамыз да, енді әдемі форма келтіруге кірісетін боламыз. Мен белково-заварной крем қолдандым, бетіне полный ақ және көк қылып жасадым. Сіздер көк емес, қызыл немесе жасыл жасасаңыздар да болады, ол өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Осылай көзін, жан-жағындағы есіктерін, фарын және де аузын жасап аласыздар да, ақ креммен, қалғанын көк креммен полный жауып шығатын боламыз, қыздар. Менде насадка айтпақшы, открытая звезда деген кішкентай насадка. Соны қолдансаңыздар жақсы, әдемі көрінеді. Мінсіз бисквиттің жасалу жолы және де пломбир креммен осы жерде қолданылған белково-заварной кремнің рецептісі менің каналымда бар. Міндетті түрде каналыма жазылып алыңыздар, және де мен описанияға белгілеп қалдыратын боламын бисквиттің және кремдердің жасалу жолдарын, қыздар. Не дайын болған торттың түрі және де ары қарай сәндеу сіздің фантазияңызға байланысты, қыздар. Мен жан-жағын қарамен белгілеп шығып, шоколадпен көзін және дөңгелектерін жасап шықтым. Видеоны аса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаймыз, қыздар. Менің каналыма жазылып алыңыздар.